Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен Алуа Ерболатқызы болашақ журналист ретінде мектебіміздің ағылшын тілі мұғалімі Жазықбаева Айгүл Жаналыққызына сұхбатты алатын боламын. Қазақстанда ағылшын тілінің болашағы қандай деп ойлайсыз? Біріншіден сәлеметсіздер ме? Қазіргі таңда ағылшын тілінің деңгейі өте жоғары деп ойлаймын. Себебі бізде 3-ші сыныптан бастап мектепте ағылшын тілін оқытады. Оның өзі балаларға өте үлкен білім береді деп ойлаймын. Қазіргі кезде біз ағылшын тілін тек қана сыныпта ғана емес, сонымен қатар жұмыста да қолданамыз. Сондықтан болашақта бізге ағылшын тілі өте керек деп ойлаймын. Және де бізде қазір оқушылар тек қана отандық компанияларда ғана емес, сонымен қатар шетелдік компанияларда жұмыс істегенді ұнатады, соған тырысады. Сондықтан бізде ағылшын тілі одан сайын дами береді деген ойдамын. Келісемін. Болашақта білім беру саласына қандай өзгерістер болғанын қалар едіңіз? Болашақта қазіргі біздің білім беру саласына қандай өзгерістер енгізу керек деп ойласам, бұл жерде мен балалардың тек қана теориялық білімдерін ғана дамытып қоймай, олардың практикалық жағынан дамығанын қалаймын. Мысалы, бізде ағылшын тіліне келетін болсақ, native speakers, яғни жергілікті тұрғындармен сөйлесіп көру, олармен қалай біз күнделікті өмірде қалай сөйлесеміз деген сияқты сол білімдерін арттырса деймін. Және де бізде қазіргі кезде жасанды интеллектті балалар сабақта қолданады, соны ары қарай дамыта берсек, цифрлық сауаттылықтарын ары қарай дамытсақ деп ойлаймын. Сіздің жұмысыңыздағы ең үлкен қиындықтар? Менің жұмысымдағы қиындықтарға келсек, бұл кезде бізде ағылшын тілінде әртүрлі деңгейлерге бөлінеді. Яғни балалардың бір сыныпта әртүрлі деңгейде болулары, кейбіреулері бастапқы деңгейде болса, ал кейбір балалар өте жоғары деңгейде болады. Сондықтан олардың тапсырма орындау уақыты бір-бірлерінен ерекшеленеді. Осы кезде кейбір қиындықтар кездеседі, бірақ жалпылама келген кезде ешқандай аса қатты қиындық жоқ. Енді келесі сұрағымыз, қазіргі оқушылар мен бұрынғы оқушылардың айырмашылығы бар ма? Мен өзім қазір жас маман болып табыламын. Жұмыс істегеніме көп уақыт болмаса да, қазіргі балаларға мінездеме берсем, қазіргі балалар өздеріне не керектігін білетін, алдарына қойған мақсаттары бар, сол мақсатқа жетуге деген өздерінің жоспарлары бар оқушылар деп есептеймін. Бірақ кемшіліктері де бар, себебі кішкене ізденістері төмен, сонымен қатар зейіндері өте төмен. Бір затқа ден қойып отыра алмайды, сол жағынан кішкене кемшіліктері бар. Бірақ бұрынғылармен салыстыра келген кезде қазіргілердің кішкене ғылыми жағынан, цифрландыру жағынан білімдері жоғары деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.